3, 2, 1, 0. Илон Маск бір нәрсе туралы ойласа, түбінде оны іске асырады. Ғылыми фантастиканы шындыққа айналдырады. Электр көлігін жасап шығарып, оны ашық ғарышқа жібереді. Ол тек өз заңдарына ғана бағынады. Подкаст үстінде марихуана шегуінен бастап, Твиттерде қысылмастан қалағанын жазатыны оны Marvel студиясының кейіпкері темір адамның шын өмірдегі прототипі етті. Шын өмірдің Тони Старкы бүгінгі күнге дейін сан алуан салада ойлағанын іске асырды. Оның ішінде күн панельдері, тіпті жасанды интеллекте бар. Одан бөлек қаржы саласында да PayPal компаниясын ашты. 30 жасында мультимиллиардер атанған Маск өз бағын бүгінде болашақ көлігін айналып үлгерген Tesla электр көліктеріне және жылына $100 миллион жуық қаржы салынатын ғарыш индустриясын өзгертуге бел буған SpaceX компаниялармен бірге сынап көрмек. Бәрі оны ақылынан адасқан деп ойлады, барлығы күлді. Олар қатарынан 3 сәтсіздікке ұрынды. Сәтсіздік деген жаман, өте жаман. Бірақ 4-шісі жетістікке жетті. Сөйтіп тіпті NASA компаниясы да онымен санасатындай болды. 2008 жылы NASA SpaceX-пен $1,6 миллиард келісім шартқа отырды. Сөйтіп Масктың 2005 жылғы жаңа бұрын-соңды болмаған идеясы ғарыш кемесі стартерін бірнеше мәрте қолдану үшін ғарыштан қайта жерге жөнелтіп, нүктеге қондыруы сәтті іске асты. Алайда Маск бұнда жалғыз емес. Amazonның басшысы Джефф Безос Blue Origin компаниясын, ал Ричард Брэнсон өзінің Virgin Galactic компаниясына да көп күш салуда. Дегенмен Масктың ғарыш индустриясындағы орны тіптен бөлек. Илон Маск есімі бұл салада алтын әріппен жазылмақ.